Ассалаумағалейкум достар. Бұйырса бүгін полканы орнататын боламыз мына жерге. Так, міне мына несін кигіземіз, кожухын. Сосын колонканы орнатып жатырмыз. Инструкция бойынша. Міне ременнің астыңғы жағын, сиденье жақтарын 17-ші бетпен ақтып аламыз. Сосын мына жерден ақтып аламыз. Қалай шешеміз солай жинайтын боламыз. Осылай екі жағып ақтып аламыз. Ставить сразу. Постарайся. Алып тастадық. Мен алдында салон жинағанда бүйтіп негізі клейлеп тастағам. Мынау негізі алынбалы салынбалы. Негізі бірінші осыны ақтау керек, сосын барып ремен шығады. Ремен менде клейлеп тұрмасын сындырып алдым мен. Так, екі колонканы орнаттық. Орнына қондыратын боламыз. Обратно жинап жатыр. Мына жерін қондырып тастадық. Сосын барып мынаны үстіне еземіз. Бияққа отырғыздық. Бір шоқпен. Енді екіншісін ар жағын шоқтайтын боламыз. Міне. Енді мынаны жерден екі жерден шоқтайтын боламыз. Жігіттер асық шешім қабылдамаймыз. Міне мына ковригін ұмытып кетіп, мына пластик астына салуға. Так что асықпай жасаймыз. Енді қайтадан артып ковригін саламыз. Сосын қайтып бекітетін боламыз. Бір жағын болды қондырып. Енді екінші жағына көрсетеміз. Міне ременнің несін орнаттық. Енді ағашын қоятын боламыз. Екі жағында қондырып болдық. Колонкалары. Енді үстіне ортадағы қоқысты салып көреміз. Орнына түсті. Осылай. Ешқандай қиындығы жоқ. Енді обратно ремендерін орнына саламыз. Астыңғы үстіңгі обратно жинаймыз. Каналға тіркеліп, ұнаса лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.